Андерсеннің «Қар ханшайым ертегісін» оқуға берілген болатын. Қане, оқып келсек, бірге талдайық. Кристиан Андерсен 1805 жылы Одессе, Дания қаласында дүниеге келді. 1875 жылы дүниеден кетті. Ол кедей отбасында дүниеге келген. Оның анасының аты Анна Мари, әкесінің аты Ханс Андерсен. Андерсен ертегілерінің ішіндегі ең әйгілісі «Кішкентай Иданның гүлдері» 1835 жылы, «Жауыз баса» 1840 жылы, «Қар ханшайымы» 1844 жылы, «Әже» 1845 жылы жазылған. Ертекшінің көптеген ертегілері анимацияланып эфирде көрсетілді. Олардың қатарында «Ұсқынсыз үйрек» 1956 жылы көрсетілді. Ертекшінің фантазиясы мен халық ауыз әдебиетінде сақталған ертегілерін еске түсіруі оған керемет мүмкіндік берді. Қар ханшайым Кайға жаңа коньки және оның өзіне өзі қожайын болатынынан, қар ханшайым, егер сен осы сөзді құрастырып өзіме қожайын боласың, мен саған бүкіл әлем мен жаңа коньки беремін деп уәде етті. Қар ханшайымы ертегісі Герданың үлгісі бойынша батылдық пен қайсарлық, шынайы достық, адалдықты үйретеді. Герда өзінің досы Кайды құтқару үшін қайсар және өте батыл болғаны туралы. Қиын сапарында оған әртүрлі кейіпкерлер көмектеседі. Қарға ханшайым, кішкентай қарақшы, солтүстік бұғы, тағы да басқа. Қарамастан өз мақсатына жетті. Қайсар қызға жанашырлық танытқан көптеген адамдар мен жануарлар оның жолына көмектесті. Оның жүрегі жылы, мейірімді және махаббатқа толы болғандықтан сиқыр оған қарсы тұра алмады. Оның көз жасы Кайдың жүрегі ертегісін айнаның сынықтарын алып тастады. Оның мейірімділігі мен адалдығы оны жылатып, айнаның сынығы өз жасымен бірге ағып кетті. Содан кейін патшайым Кайға билік ете алмадым, бұрынғыдай мейірімді және жанашыр бала болды.